Осы европалық қыздар мен славян қыздар мен қазақ қыздарын салыстырсаң, енді қазақ қыздың кішкентайынан тәрбиесінде үлкенді сыйлау, жалпы біреумен дос болдың ба, соған өміріңді арнау деген сияқты бір қағидалар орын алады. Бірақ мына жігітпен жүру деген сияқты маған ұнамайтын бір кезең бар. Сол жігітпен жүру деген кезеңде көп қыздар өте көп нәрсеге допускать етіп, тереңге кіріп кетеді. Мысалға соның ішінде бір айтып өтетін нәрсе, жігітіне қарыз алып беріп жатады, жігітіне жан-жақтан іздеп, ақша тауып беріп, былайша айтқанда оған тұрмысқа шықпай жатып, өзінің санасын шаршатып, жан дүниесін ауыртып, сол жігітімен бірге өмір сүріп жатқан адам сияқты болып кетеді. Негізі ондай жауапкершілік қыз балаға жүктелмеген. Қыз бала әке-шешесінің еркесі болды ма, ол бір жігітке ұзатылғанға дейін мойнында бір үлкен жауапкершіліктің болуы шарт емес. Сондықтан қыз бала өзіне көп алып, өзін шаршатып, сосын бір құтыла алмайтын тұзаққа басын тығып ап, одан шыға алмай жүрудің ешқандай қажеттілігі жоқ. Еркек адам ол нәпсісі бар. Қыз бала оның алдында некесі қиылмай тұрып, иіліп төсек, жайылып жастық болса, кез келген нәпсісі бар еркек оны пайдаланады. Оның артында жауапкершілік бар ма жоқ па, ол үлкен мәселе.